Қайырлы күн, сіздермен мен Үсіпбек Темірлан. Сіздерге бүгін 7-ші апта, яғни қазақ халқының мәдениеті туралы айтып беретін боламын. Бізде бірінші сұрақ бұл халық ауыз әдебиеті. Халық ауыз әдебиеті бұл халықтың сөз арқылы шығарған, яғни ауызша тараған рухани мұрасы. Ол қазақ халқының тарихын, салт-дәстүрін, дүниетанымын, арман-мұратын бейнелейтін ең көне асыл мұралардың бірі. Ауыз әдебиеті бұл жазу сызу болмаған соң заманда халықтың өмір тәжірибесін, ой пікірін, сезімін жеткізудің басты құралы болып саналады. Халық ауыз әдебиетінің түрлеріне келетін болсақ, халық ауыз әдебиетінде бұл ертегілер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жырлар, дастандар және де айтыстар болып бөлінеді. Ертегілер дегеніміз бұл қиял мен шындықтың араласқан қызықты оқиғалар, мысалы ер төстік, алтын сақа ертегісі бар. Және де тағы да айта берсек көп. Мақал-мәтелдер бұл қысқата нұсқа, өмірлік даналық сөздер. Мысалы отан отандастық, еңбек етсең емерсің деген сияқты көптеген мақалдар бар. Одан кейін жұмбақтар бұл ойлау қабілетін арттыратын астарлы мағынадағы сұрақтар. Одан кейін жырлар мен дастандар, ел қорғаған батырлар және тарихи тұлғалар жайлы дастандар, яғни Алпамыс батыр туралы, Қобыланды батыр, Қамбар батыр, Қабанбай батыр деген сияқты айтыс. Ақындардың суырып салма өнерімен жарысу халық сөз мәдениетін көрсететін ерекше түр. Халық ауыз әдебиетінің маңызы. Халық ауыз әдебиеті ұлттың рухани жадын сақтаушы қазына. Ол арқылы ата-бабамыздың өмір салтын, адамгершілік қасиеттерін, елге, жерге деген сүйіспеншілігін танимыз. Және ауыз әдебиеті халықтың тілі, мәдениетінің негізін қалыптастырған басты мектеп. Сондықтан оны үйрену, зерттеу, өткен мен бүгінгі байланыстырудың ең маңызды жолы. Және де қорыта айтсақ, қазақ халқының ғасырлар бойы жинаған даналығы мен рухының айнасы. Ол бүгінгі ұрпаққа патриоттық сезім мен адамгершілік тәрбие беретін мәңгілік мұра ретінде қала береді. Одан кейінгі сұрақ бізде қазақ жырауларының мұрасы. Қазақ жырауларының мұрасы халқымыздың рухани мәдениетінен баға жетпес байлығы. Жыраулар елдің қамын ойлаған, ерлік пен бірлікті жырлаған, халықтың ақылгөйі, рухани жетекшісі және де жетекшісі болған тұлғалар. Хандардың мәселесін, яғни билік кеңесінде әсер еткен. Олар поэзия арқылы өз дәуірінің саяси және де әлеуметтік мәселелерін көтеріп, елдің болашағына бағыт көрсеткен. Жыраулардың тарихи рөлдері, мысалы, жыраулар көбінесе бізде 15-ші және 18-ші ғасырлар аралығында өмір сүрген. Бұл қазақ халқының мемлекет ретінде қалыптасуында ел бірлігін сақтау кезеңі еді. Олар көбінесе батырлардың немесе хандардың кеңесшісі, елдің рухын көтеретін тұлғалар. Жыраулардың шығармалары халықты ерлікке, әділдікке және отансүйгіштікке дәріптейтін болған. Мысалы, белгілі жыраулар бұл Асан Қайғы жырау, елдің қамын ойлаған, жүйрікті іздеген дана жырау ретінде қазақ жадысына сақталған. Одан кейін қас туған жырау елдің рухтағы толғауларымен белгілі. Ол ел қорғау және туған жердің қадірін туралы көптеген жырлар шығарған. Одан кейін Доспамбет жырау, жауынгер адам, елдің намысын жоғарғы түрде намысын толғаулар жазған. Одан кейін Шалгез жырау, әділдік пен ерлікті жырлап, елді бірлікке шақырады. Одан кейін Бұхар жырау, Абылай ханның кеңесшісі болған және ел бірлігі мен тәуелсіздік туралы толғаулар айтқан. Ол қазақ халқының саяси ойының шыны болды. Және жыраулар поэзиясы бұл қазақ әдебиетінің іргетасы болып саналады. Олардың мұрасы арқылы біз бабаларымыз өмірге деген көзқарасын, ерлік дәстүрін, ел мен жерге деген сүйіспеншілігін танимыз. Жыраулар сөзі тек поэзия емес, ол халықтың тарихы және рухани айнасы. Қазақ жыраулар мұрасы ұлт рухының мәңгілік қайнары. Олардың дана сөздерін бүгінде өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Өйткені жыраулар жырлаған ерлік, бірлік пен әділдік әр дәуірде де қажетті ұлы қасиеттер. Одан кейін бізде келесі сұрақ. Киіз үй және оның құрылыстары мен жабдықтары.
киіз үй. Киіз үй қазақ халқының дәстүрлі баспанасы әрі мәдени мұрасы. Көшпелі қазақтар киіз үйді пайдаланған себебі ол 30 минутта жиналып 30 минутта құрылатын болған. Және де оны көшіп қону кезінде тасымалдау өте оңай. Мысалы киіз үйдің құрылыстарына келетін болсақ, ол бірінші 3 бөліктен тұрады. Бірінші ол сүйегі, одан кейін киіздің жабуы және ішкі жабдықтары. Сүйегіне келетін болсақ, сүйегі бұл 3 бөліктен тұрады. Тоже кереге киіз үйдің қабырғасы бірнеше қанаттан тұрады және ашылып жабылып тұрады. Одан кейін оқ, күмбезді ұстап тұратын ағаштар, олар керегеден шаңыраққа қарай иіліп тұрады. Ал үшіншісі шаңырақ, киіз үйдің төбесіндегі дөңгелек ағаш, бұл отбасының, ошақтың, елдің символы. Шаңырақ түскен жарық күн нұры деп саналған, ал түтін шығатын тесігі тіршілік көзі болған. Одан кейін киіз жабуы, киіздің сыртын ақ сұр немесе қара киізбен жабатын болған. Туырлық керегені жабады, үздік уықтың үстін жабады, ал түндік шаңырақтың жабатын бөлік. Бұл киіздер ауа райынан қорғайды, жазда салқын, қыста жылы болады. Киіздің ішкі жабдықтары. Киіз үйде ішінде олар ішкі жабдықтары өзі бір белгілі тәртіппен тұрған болатын. Мысалы, төр жақта қуаттарға арналған көрпе төсек кілемдер санаттап тұратын болса, оң жақта ерлердің заттары, яғни ер-тоқым, қару-жарақ, қымыздық деген сияқты. Ал сол жақта әйелдердің бұйымдары, өздерінің ыдыс-аяқтары, ас ұсынатын ыдыстары тұратын болған. Ал ортасында ошақпен, яғни от жағатын орны болған. Киіз үйдің маңызына тоқталатын болсақ, киіз үй тек қана баспана емес, қазақ халқының өмір философиясын көрсететін ерекше нышан. Және де шаңырақ бұл отбасы мен елдің бірлігінің символы болып саналады. Одан кейінгі сұрақтар бізде қазақтың ырымдары мен тыйымдары. Қазақ халқы ертең-ақ өмір тәжірибесін сүйеніп, ұрпағын тәрбиелеудің ерекше жолын тапқан. Солардың бірі тыйым сөз бен ырым сөздер. Тыйым бұл жамандықты болдырмау үшін айтылатын ескерту, ал ырым болса жақсылыққа сену, болашаққа жақсы нәрсе болсын деген ниетпен жасалатын әрекет. Тыйымдар, мысалы, олар қазақ халқының әдеп пен тәрбиеге негізделген өмірлік қағидалары. Яғни жаман әдеттерден сақтандырып, үлкендерге құрмет, кішілерге ізеттілікті үйретеді. Мысалын келтіретін болсақ, отпен ойнама, нанды жерге тастама, бос бесікті тербетпе деген сияқты тыйымдар бар. Тыйым сөздер арқылы қазақ халқы өздерінің балаларын ұқыптылыққа, тәрбиелікке, тәртіпке, сыйластыққа үйретеді. Ал келесі бізде ырымдар. Ырым бұл қазақ халқының сенімі мен үмітінің көрінісі. Ата-бабаларымыз табиғат пен өмір құбылыстарына мән беріп, жақсылық пен жамандықтың арасын ырым арқылы айырып отырған. Мысалы, жана үйді көрсең, қолын жай, балаға тұсау кесу, көгершін ұшып келсе, жақсы хабар келеді деген сияқты өзінің ырымдары болған. Және де қорыта айтатын болсақ, тыйым мен ырым халқымыздың өмір сүру философиясы мен тәрбиелік мектебі. Олар адамды имандылыққа, ізгілікке және табиғатта құрметпен қарауға үйретеді. Сондықтан қазақтың тыйымдары мен ырымдары мәңгілік мәнін жоғалтпайтын ұлы мұра. Назарларыңызға рахмет.